Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге бір ғана заттың көмегімен ішкі құрылысымызды тазартып, бет әлпетімізді жақсартатын сусын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керек болады кәдімгі қызылша. Бір дана қызылшаны алып, сыртын тазартып аламыз. Және теркінің майда көзінен өткізіп аламыз. Қызылшаны білесіздер, табиғи коллагеннің көзі болып табылады. Сондықтан дәл осы сусынды жиі қолдансаңыздар, ішкі құрылыстарыңыз тазарып, беттеріңіз жылтырайтын болады. Бұл сусынды қаназыққа да қолдансаңыздар болады. Теркінің майда көзінен өткізіп алдық қызылшамызды. Енді оның үстіне 500 мг қайнап тұрған суды құямыз және бетін жауып 15 минутқа демдеп қоямыз. Он 15 минут уақыты өткеннен кейін сусынымыз дайын болады. Енді барлығын жақсылап бір араластырамыз. Енді сусынымызды өзіңізге ыңғайлы бір ыдысқа құйып аламыз. Міндетті түрде сүзгіштен өткіземіз. Бұл сусынымыз өте жылдам дайындалады. Бар болғаны 15 минут қана уақытыңыз кетеді. Міндетті түрде дәл осы рецепті жасап көріңіздер. Ыдысымызды алып, сүзгіштен сусынымызды өткізіп аламыз. Бұл сусынды шайдың орнына да қолдансаңыздар болады. Енді аздап лимон суын қосамыз және дәміне қарай табиғи бал қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, күнеге тамақтан жарты сағат алдын қолдансаңыздар болады. Осымен біздің бар болған 15 минутта дайын болатын өте дәмді пайдалы сусынымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.